Ассалаумағалейкум барша шаруашылық құс-сиыр қауым, қалаларыңыз қалай, бақтарыңыз қалай, шаруашылықтарыңыз қалай, өсіп өніп жатыр ма? Жалпы бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің алдыңғы уақытта болатын жаңалықтарымды айтып жіберейін деп едім. Осы видео жалпы бәрілеріңіз білесіздер, менде 100-ден аса тауық бар. Тауық балапан 100-ден асады шамалары. Енді осыларды мен қазір сатайын деп жатырмын. Сол сіздерге көрсетіп кетейін деп, қайсын қалай нешеге неғып сатайын деп жатырмын. Бірінші келетін болсақ, бұларды неғып сатайын деп жатырмын мен. Себебі бұлар сатайын деп жатқан себебім, бұларға өте қатты шығын, қаражат кетіп жатыр. Шығын болмаса да қаражат кетіп жатыр. Сол себептен бұлардың жартысын сатайын деп жатырмын. Өйткені бұлар қазір күннің суытқанынан, қайта-қайта жаңбыр болғандықтарынан адаптация жасай алмай жатыр. Сол себептен жартысын сатайын деп жатырмын. Жалпы осы жаңалықтар. Енді қайсын сатайын деп жатырмын. Мынаны сатам, сосын кейін мынаны, сосын кейін қала берді. Осы орадан бір 5 тауық сатам, ананы сатам. Сосын келді. Мына жерде мына біреу балапандар тойып тұрса да тамақ жей береді. Мысалы, қазір мен сіздерге көрсетем. Бөдегелер дейтін, прям толып тұршы бөдегелер дейтін, прям асып бара жатыр бөдегелері. Бірақ тамақ жей береді. Міне, қазір сіздерге. Міне, тауықтың, балапанның бөдегесі толып тұрса да бұлар тамақ сұрай береді, жей береді. Білмеймін не себептен. Бұлардан қазір шығып кетейін. Так, кучинский юбилейный дейтін балапандар, тауықтар десем болады уже. Мына жақтан мен жартысын сатам. Осы нелердің балапандардың жартысын сатам. Мына жақ қорадан. Мына кучиндарға келетін болсақ, бір оқырманым жазыпты. Сенің тумай жатқан себебі әтешіңді ауыстырмайсың ба деп. Соған келетін болсақ, осы жерде менде қазіргі уақытта 1, 2, 3, 4, 5 әтештей бар. Осы әтештерімді тоже Алла қаласа, Алланың қалауымен сататын боламын. Бұларды сатып, орнына бір жақсы ауысқан қанды әтеш алып келетін боламын. Қаны ауысқан әтеш алып келетін боламын. Енді әзірге жаңалықтар осы әтештерімді сата деп жатырмын. Кучин әтештерімді. Бұлардың орнына Алла қаласа қаны ауысқан жақсы тауық алып келем. Тауық деп қойған әтеш алып келем. Ал мына кучин тауықтарымды мына бір қораға қосайын деп жатырмын. Осы қораға қосатын боламын. Мына тауықтардан балапандарды сатам. Себебі бұлар тамақ көп жейді, өте көп жейді. Осы мына үлкен тауықтардың өзі бүйтіп тамақ жемейді. Мына бір балапандар тамақ өте көп жейді. Себептен осыларды сатайын деп жатырмын. Жалпы жаңалықтар осы. Сіздер көрермендерім, оқырмандарым болғандықтан алдыда болатын жаңалықтардың бәрін сіздерге айтып отырам. Енді осы сау саламатта жүргенше тауықтарыңыз ауырмасын, бәрі жақсы болсын. Сіздермен болған мен, шаруашылық каналы. Сау болыңыздар. Амандық болсын, жақсылық болсын, байлық болсын.